Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі күндерге сәттілік тілей отырып, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғат және адам лепті сөйлем. Бүгінгі сабақта лепті сөйлем туралы білеміз. Лепті сөйлемдерді құрастырамыз. Олай болса, Садыбек Хангелдиннің өлеңін тыңдап, сұрақтарға жауап беруге тырысыңдар. Табиғат, тіршіліксің тұнып тұрған, сен күнсің көтерілген күліп қырдан. Сен көлсің, сен ормансың, сен бұлбұлсың, адамды сұлулыққа құнып тұрған. Сен жарықсың, сен жерсің, сен гүлсің, сен адамсың, сен ауасың, сен анамсың. Бәрі сен, менің өмірім сен сыйлаған, туған жерім, отаным Қазақстан. Жақсы балалар, енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Өлең не туралы? Жарайсыңдар. Өлең табиғат туралы. Өлеңге қандай ат қояр едіңдер? Өлеңнің аты табиғат. Табиғатқа нелер жатады екен? Жарайсыңдар. Табиғатқа жер, күн, ай, орман, көлдер, құстар, ауа да жатады екен. Бізді қоршаған орта табиғат деп аталады. Олай болса, мына тапсырманы орындап көрейік. Табиғат туралы суретке қарап, лепті сөйлемдер құрастырыңдар. Ал қанеке балалар, лепті сөйлемдерімізді оқып көрейік. Алақай, қыс келді. Табиғат неткен тамаша. Қараңдаршы, мына гүлдердің әдемісін ай. Сендер де осындай сөйлемдерді құрдыңдар деп ойлаймын. Балалар, сөйлемнің соңында қандай белгі тұр? Дұрыс, леп белгісі. Есіңде сақта, адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем деп атайды. Лепті сөйлемнен соң леп белгісі қойылады. Келесі тапсырманы орындап көрейік. Хабарлы сөйлемдерді лепті сөйлемдерге айналдырыңдар. Сыныпта өнерлі оқушылар көп пе? Сыныпта өнерлі оқушылар өте көп. Мектеп ауласында әдемі гүлдер егілген бе? Мектеп ауласында сондай әдемі гүлдер егілген. Әкем шаңғы әкелді. Алақай, әкем шаңғы әкелді. Сенің күлкің әдемі. Сенің күлкің сондай әдемі. Тамаша. Балалар, осы тапсырманы орындауда мынадай қадамдардан өттіңдер. Ал енді балалар, Мұзафар Әлімбайдың Балақай мен Қалақай өлеңін тыңдаңдар. Саяхаттап көрдік қыр, қырға бардық, тердік гүл. Айқайлайды балақай, алақай-ау, алақай. Жапырақты үземін, гербарий ғып тіземін. Ол қурайды бас салды, міне шатақ басталды. Қырып алды қалақай, жылап қалды балақай. Балалар, осы өлең жолдарында баланың қуанышын білдіретін өлең жолын тауып көріңдер. Дұрыс айтасыңдар. Алақай-ау, алақай. Қалақай төрт қырлы, тік сабақты, жапырақты өсімдік. Оның безді түктері денеге тисе түтік ұшы морт сынып, ішіндегі сұйықтық денеге жайылып күйдіреді. Тапсырма. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы, көшіріп жаз. Ал қанеке балалар, оқып көрейік. Алақай, алақай, күн шықты, күн шықты.
Жер үстіне нұр шықты. Тамаша. Көркем жазу минуты. Жақсы балалар, бұл тапсырманы да жақсы орындадыңдар деп ойлаймын. Осы тапсырманы орындау барысында мынадай қадамдардан өттіңдер. Ал ендеше балалар, келісемін, келіспеймін ойынын ойнайық. Келісемін, я, келіспеймін, жоқ. Хабарлы сөйлем тиянақты ойды білдіреді. Я. Хабарлы сөйлемнен кейін сұрақ белгісі қойылады. Жоқ. Лепті сөйлем көтеріңкі көңіл күйді білдіреді. Иә. Сұраулы сөйлемнен кейін леп белгісі қойылады. Жоқ. Сұраулы сөйлем жауап алу мақсатында айтылады. Иә. Лепті сөйлемнен кейін нүкте қойылады. Жоқ. Жарайсыңдар балалар, дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Өздік жұмыс. Өзің 2-3 лепті сөйлем құрап жаз. Құрған сөйлемдеріңмен, достарыңмен, сыныптастарыңмен және мұғаліммен бөлісуге ұмытпа. Лепті сөйлем туралы білдің, лепті сөйлемдерді құрастыруға үйрендің. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.